осы жерде тағы бір сұрақ. Шаштың түсуіне байланысты мен мысалға көрем, неше түрлі жерлерде керемет деп жарнамаларын таныстырады ғой. Андай шаштың түсуіне қарсы құралдары бар екен дейді. Мысалы, кеше ғана бір жерге көріп кеттім, мынандай шашың түскен жерге жалтырап қалады ғой. Сол жерге апарып оны былайша айтқанда жағу керек екен, сосын сол жерден шаш шығады деді. Мен шын айту керек, мен ондай шаштың түсуіне арналған деген құралдарды қолдануға немесе сол шаштың түсуіне қарсы деген дүниелерді қолдануға қорқам. Себебі мен ойлаймын, жаңағыдай өзің айтқандай, шаш жеткілікті түрде қатты түскенде ғана бір сондай нәрселерге мысалға жүгінбесе, мысалға енді дәл мынандай жалтырап қалған жоқ қой. Ондай жағдайда оны апарып мысалға мынандай енді ортасын үнемі ашық тұрады. Осы жерге апарып соны бір жаға салған кезде оның керісінше әсері болуы мүмкін ғой. Сол құралдар туралы айта аласың ба? Мысалы, сол құралдарға келетін болсақ, оның барлығын тексеріп көру керек. Кейбір рекламалық маркетингті қазіргі кодтар өте көп. Мысалы, көп адамдарға сондай реклама келіп жатады, бірақ қолданған кезде онда эффекті болмай жатады. Біздің мысалы пациенттерде келіп жатады, сондай затты қолдандық. Мысалы, сақал өсіру үшін сақалда да қолданатын сондай нелер бар ғой қазіргі маркетингте. Солардың барлығын қолданғанда көбінесе эффект бермей жатады. Сондықтан оның барлығына сеніп қалмау керек. Сосын ол көп өзімізде кейде андай шампундар болады ғой, енді түсуге қарсы дегендердің барлығы. Олар көп пайдасын тигізгенде 10% тигізетін болып табылады. Шампундарды пайдаланған кезде әрине оларды қарау керек, міндетті түрде оларды сульфатсыз шампунь дегендерді алу керек именно. Мысалы, ол шампундардың сыртын қараған кезде эко-магазиндерде болады ғой, ол яғни табиғи шампундардың түрін қолдану керек міндетті түрде. Одан кейін сульфатсыз шампунь, парабенсіз шампунь деп жазылғандардың барлығын алуға болады. Себебі өйткені оның химиялық құрамдары аз болып келеді, сондықтан олар қатты зиян емес осы шаштарға. Бірақ та олар ары кетсе бір 10% ғана көмектеседі. Сондықтан осы шаш түсуіне негізі толықтай осы шаштың қандай да бір осы аппарат бір кремдермен шығып кетті деген ондай мүмкін емес негізінен. Және мысалы болады, қазіргі кезде біз таныстарымнан да пациенттерден де көріп жатыр, мысалы толықтай түсіп қалатын болады шаштар. Толықтай түсіп қалған кезде пересадка деген болады шашты. Пересадка жасауға болады, және де оны пересадка жасап болғаннан кейін мезотерапия деген болады, яғни адам өзінің қанын алады да, сөйтіп оның плазмаларын сол жерге шаштың жалтыраған жерлеріне екпе шаштарға ай сайын барып жасайды мезотерапияны. Сол кезде шаш кәдімгідей керемет жақсы болып өседі. Оның результаттарын біз көріп жатырмыз. Оны егер де қатты түсіп қалса шаштар жалтырап, соны қолдануға болады. Оның эффектісі бар. Шаш шегу деп жатсың, мен ойымша оған бір толығырақ нақтылық тоқталу керек екен. Мына жақта бір сұрақ қойып жатыр да, шаш ұшталып, құрғақ болса, қалай қалпына келтіруге болады дейді. Мысалы, шаш ұшталудың өзі дегеніміз бұл, яғни шаштың құрамында кератинді қабықшасы болады. Сол қабықшаның андай трещина болып, шытынап, сыпырылуы деп айтсақ болады да, кішкене. Мысалы, шашты ұштала бастаған кезде оны кішкене болсын кесіп тастаған дұрыс болып табылады. Өйткені егер де ары қарай ұшталғаны жалғаса беретін болса, шаштың бойымен де кетуі мүмкін. Сондықтан басына бастап жатқанда ұшталғанын кесіп тастауға болады. Егер де шашты ұшталғаны қатты көп болса, және ұзақ бойына кетіп қалса, онда майлы маскаларды жасауға болады. Шаштың ұштарын ұшталғанын кетіретін майлы маскаларды жасауға болады. Шаштың ұшталғаны. Мысалы, шашты қандай адамдарда ұшталады, ол шашын көп жуатын адамдар. Мысалы, 2 күнде бір жуатын қыздар болады, 1 күнде бір жуатын қыздар болады. Ол мысалы шаштың түбінде майлы андай нелер болады. Майлы бездері болады. Сол қабаттарының қызметін одан күшейтіп жібереді да. Деген шаштың қайта-қайта солардың қызметтері қайта-қайта күшейіп, қайта-қайта жасай бергеннен кейін май бездерінің қызметі шаршайды. Шаршағаннан кейін уже шаш құрғап, солай сырттары майсызданбай, яғни осы майланбай шаштарының түптері. Сөйтіп олардың ашылуына, кератин қабатының бұзылуына алып келеді. Сондықтан қыздар, мені тыңдап отырған қыз келіншектер, сіздерге күнделікті 2 күнде бір шаш жууға кеңес бермеймін. Өте майлы шаш болса, аптасына 2 рет жуыңыздар. Егер де құрғақ шаш болса, аптасына 1 рет жууға болады.
Сондықтан ол бізге шаштың ұшталуы көбінесе көп жуатын қыздарда кездеседі. Иә, мен өзім мысалы шын айту керек, менің шашым ұзын ғой. Ана мұндай шашты жууға да негізі ерінесің ғой. Аптасына 1 рет жуам, кейде 2 рет жуам. Ең ұзаса 2 рет, бірақ негізі аптасына 1 ретке кетіп қалады. Сосын тағы бір нәрсе, мен шашым ұшталған кезде өзім мынандай жаңағы маслаларды пайдаланамын, шаштың ұшына жағамын. Бұл да бір белгілі бір дәрежеде өзінің көмегін тигізеді ғой, иә? Әрине, өйткені майлы қабатын кішкене кератиннің трещина болған қабатын кішкене соның арқылы емдейміз. Сондықтан ұшталғанды ары қарай кетіп қалмау үшін басуға болады. Себебі мен осыны пайдаланам. Мен негізі шашымды қиып көрген емеспін, оны қыздарға да жазып жүрмін. Шашымды ұшталғанда да мен оған қатты бір мән беріп, ондай қатты қиналмаймын әйтеуір. Білмеймін, соны бір осы 20 жылда шашымның ұшталғанын әлде мен соны мән бермеген, соны байқамай қалдым ба? Мынанда соңғы кездер пайдаланып көріп едім, шынымен кәдімгідей ұшталған нелері азайды. Сосын тағы бір сұрағым бар. Мына шаштың ұшталғанын қию мен шаш қию екеуі екі бөлек нәрсе ғой. Әрине, шаштың ұшталғанын қиғанда, мысалы, ұшталып жатқан кезде осы 1-2 сантиметр қиюға болады. Ал толықта қиып тастау деген ол енді 20, 15, 10 сантиметр болып саналады ғой. Анау шашын мысалы бір қыздар құрбыларым бар да, шынымен де мысалы белге түсетін шаштарын мына жерден қиып тастағандар бар, каре қылып тастағандар бар. Олардың шаштары кәдімгідей өспей қалды ғой. Көп уақыт кетті. Сол жаңағы шашты мысалы қиған кезде де неге шаш сонда өспей қалады? Біреулер мысалы өсет қияды, сосын бір уақытта шынымен де шаштар өспей қалады. Мысалы шаштың өсуіне барлық бағанағы айттық қой, барлық тамақ құрамдары, витаминдері бәрі толық болу керек. Мысалы біз күннен күнге жыл сайын 1-2 жас болса да енді қартаюға басталып жатырмыз ғой. Сондықтан бұрынғы сияқты бізде витамин дефициті болып жатады. Және витамин қоры бұрынғыдай емес болып жатады. Күннен күнге фастфудты жей береміз. Мысалы, бұрынғы энергия, бұрынғы витаминдермен өскен шаш енді сондай жылдамдықта өсе алмауы мүмкін. Сондықтан соған тікелей байланысты. Егер бұрын шаш өсіру оңай болса, қазіргі кезде шаш өсіру өте қиын қазіргі заманда. Өйткені мұндай тәтті тамақ, фастфудтар бар кезде. Түсінікті. Бәрі айналып келгенде сол экология, сол тамақтану, ұйқы мәселесіне келіп тіреледі ғой, иә?